300 мың кетті үш оқушыма. Жылдан жылға бәрі қымбаттап жатыр ғой қазір, енді арзан нәрсенің өзі қалған жоқ. Білмедім оны, өзі кешіп жатыр оның бәрін. Мен күттірім болды. Бір қызым бар ғой, 100-нің үстінде. Канцтоварым 170 кетті. Екі рубашка, шалбар, юбка, со голфи, аяқ киім, сондай ғой, пантик. Өзімді 100 мың кетті. Канцтовар қоспағанда. Екі баланы киіндіріп жатырмын. Біреу оқушы, біреу студент. Студенттің өзіне енді 100 мың үсті болып тұр ғой, 150-ге где-то. Қазіргі айшын. Күзге дейін, күздік киімдері да. Оқушыма 100 мың. Ақшаның құны қалмады ғой. 3 оқушым бар. Бір балам бақшада, балабақшада. Балаға киім несін 150. Канцтовар сумкасымен 50 мыңнан асады. Мектепте оқитын 3 бала шағам бар. Үлкендер студенттер 60-70 мыңға дейін кетіп жатыр. Киімі, мектепке керек киім. Бір-екі жерлермен салыстырып көріп, бір заттар бұл жақта арзан, бір заттар бұл жерде қымбат. Ал дүкендерде бір заттар арзан, енді тепе-теңдік сәл дұрыс емес. Бірақ былтырғыдан қымбаттау.